Саламатсыздар ма балалар? Кезекті сабағымызды бастаймыз. Алдыңғы сабақта сөз таптары, яғни зат есім, сын есім, сан есім, етістік туралы білетінімізді өткен болатынбыз. Ендеше сөз таптарына жеке-жеке берілген тапсырмаларға назар аударайық. Зат есім бойынша тест сұрақтарына жауап беріп көр. Бұл не? Бұл кім ойыны, яғни сипатталған заттарды сын есімнің сұрағын қою арқылы тауып көр. Сиқырлы сандар ойыны. Әріптерден сан есім құрап, оның дара немесе күрделі екенін айт. Суреттерге қара. Әр суретке сөйлем құрастыр. Сөйлемдердің ішінде етістік болуы тиіс. Оқулықпен жұмысқа кезек берейік. Мәтінді оқы, оған ат қой, және де берілген сұрақтарға жауап бер. Қырық бесінші жаттығу. Келесі беттегі сөздерді оқы. Оларды 4 бағанға бөліп, мына үлгі бойынша дәптеріңе жаз. Қырық алтыншы жаттығу. Берілген сөздерге тиісті жұрнақтар жалғап туынды есім жаса. Және де осы сөздерді қатыстырып сөйлемдер құрап жаз. Жарайды балалар, оқулықтың 114-ші бетіндегі 47-ші жаттығу үй тапсырмасы. Онда сендер сурет бойынша әңгіме құрастырасыңдар. Ендеше сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.